Бүгін қазақ жұрты белгілі композитор, әнші Ескендір Хасанғалиевті ақтық сапарға шығарып салды. Аңызға айналған тұлға елдің еркесі, құрметті азаматы 82 жасына қараған шағында өмірден озды. Ол бүкіл ғұмырында қазақта өміршең әнмен тербетіп кетті. Бірегей туындылары алтын қордан орын алды, өшпес ізі қалды. Мәдениет және спорт министрі Ақтоты Райымқұлова елбасы Нұрсұлтан Назарбаев пен президент Қасым-Жомарт Тоқаевтың көңіл айту жеделхатын оқып беріп, оны марқұмның баласы Біржанға табыстады. Ескендір Өтегенұлы Хасанғалиевтің дүниеден өтуіне байланысты көңіл айтамын. Ескендір Өтеген қоңыр дауысты әнші және жан тебірентерлік әндер шығарған композитор ретінде халқымыз өте жақсы көрген еді. Ұзақ жылғы шығармашылық жолда жемісті еңбек етіп, отандық музыка өнерінің дамуына қосқан үлесі өте мол. Оның шығармашылығы, жазған әндері, оның үні, дауысы қазақ халқында алтын қорда мәңгілікке қалады. Оған менің ешқандай күмәнім жоқ. Келген ағайындарға, бүкіл дәрігерлерге, жолдастарыма үлкен рахметімді айтамын. Қоштасуға келгендер алдымен жұбайы Дарико Хасанғалиеваға көңілге демеу болар сөздерін арнап, қайғыларымен бөлісті. Өнерге жоғары талғаммен қарайтын Ескендір Хасанғалиевтің өмірдегі қарапайымдылығы мен азаматтығын сағынышпен еске алды. Мен былтыр бір келген кезде мыңға тарта әнім бар деп өзі бір жақсы айтып отыр еді. Соның барлығы кейбіреуі кәдімгі халық ішіне кең тарап кеткен, сондай халық әні сияқты болып кетті. Ол Ескендірдің ән екенін ешкім білмеуі мүмкін. Әнді айтып жатыр, бірақ ол халық әні сияқты болып кеткен. Бұл таза халықтық сондай адам екенінің бір дәлелі. Ескендір ағаның әні ешқашан ескірмейтін өміршең шынайы әндер. Бойыңдағы рухыңды тасытатын, елге деген махаббатыңды биіктетін әндер. Егер қазақ өнерінің қайраткері қандай болады десе, біз үшін Ескендір аға сол жарқын үлгі. Композитор тұрғысында да, азамат тұрғысында да, әке тұрғысында да, жалпы рухани әлеміміздегі тұлға ретінде де бұл кісі бізге эталон болып қалады. Ескендір Өтегенұлы лирикалық баритон, композитор, музыкант, Қазақстанның халық әртісі және мемлекеттік сыйлықтың иегері. Оның әдемі-ау, асыл арман, өмірімнің жазы, атамекен әндерін тек еліміздің тыңдармандары ғана емес, шетелдіктер де орасан зор ықыласпен қабылдады. Бұлбұл құс туған жерден гүл іздейді, күдерін құштарынан бір үзбейді. Келесең гүл боп еркем көз алдыма, өзіңді мен іздемей кім іздейді. Қазақтың бағына туған тұлғадан айырылып отырмыз. Жалғыз Музарт тобы емес, өнер майталмандарының баршасы, тіпті алыс жақын шетелдердегі басқа ұлт өкілдеріне шейін ағамыздың әуезді әндерін шырқады. Ағамызбен бірнеше рет дастархандас болдық. Көркем мінездің, имандылықтың, қарапайымдылықтың, нағыз тұғыры биік тұлғаның үлгісі еді. Ағамызды қимаймыз. Оның күй сандығы да, микрофоны да, өзі де үнемі бабында болды. Еліне деген махаббатын әнмен паш еткен патриот композитор. Өз әндерін шебер орындаумен ерекшеленетін халық әртісі атанды. Ең жоғарғы мемлекеттік марапат отан орденін иеленген қазақ ән өнерінің мэтрі. Ескірмейтін жүректің иесі осылайша әр қазақтың жүрегінде естелік болып қалды. Ескірмеген махаббат, ескірмеген махаббат. Ескірмеген махаббат. Бұған дейін Ескендір Хасанғалиев пен жұбайы Дарико Хасанғалиева коронавирус жұқтырып ауруханада жатқан еді. Кейінірек әншінің ұлы Біржан халық әртісінің жағдайы күрт нашарлағанын хабарлаған болатын. Осылайша қауіпті кесел қазақтың мәдениетін тағы бір мәрте ойсыратты. Марқұм Кеңсай зиратына жерленді. Абыз тұлғамен қоштасу рәсімі санитарлық талаптарда сақтай отырып ұйымдастырылды. Жиналғандар өнер иесінің төл құжатына айналған туындысымен шығарып салды.
Елімізде вакцинациялау қарқынды жалғасып жатыр. Бүгінгі күнге дейін республика бойынша 292 мыңға жуық адам коронавирусқа қарсы екпе алған. Оның ішінде ең көбі Алматы қаласында. Шаһарда вакцина алғандар саны қазіргі таңда 220 мыңнан асса, оның 54 мыңы екпенің 2 дозасында алыпты. Мен екінші вакцинаны қабылдадым. Өзімді жақсы сезініп тұрмын. Біріншінде де жақсы сезінгенмін. Барлық нәрсені пандемиядан құтылғанға ең жақсы жолы деп ойлаймын. Бүгін бірінші рет вакцинаның бірінші этабын алуға келдім. Өзім жақсы сезініп тұрмын. Вакцина алып шықтым. Қазірге коронавируспен күресудің жалғыз жолы осы болып тұр. Және достарымызды, туысқан туғанымызды қорғаудың жалғыз жолы осы. Бүгінде қалада 211 вакцинациялау пункті жұмыс істеп тұр. Мұндағы мамандар әзірге екпе салдырғандардан ешқандай шағым болмағанын айтады. Біздің пунктымызға күнде бізге 110-120-дай адамдар келіп вакцина алып жатыр. Бірінші этап, екінші этапты алып жатыр. Осы адамдардың арасында бізде ешқандай бір айтарлықтай бір шағым болған жоқ. Бүгінгі таңда мысалы күннің мейрамына қарамай, неге қарамай, елдер келіп жатыр, жақсы келіп жатыр. Бірінші этап бізде бүгін 40 адамдай, екінші этапқа 36 адамдай келді. Ал бір тәулікте 6856 адам вакцина салдырған. Халықты жаппай вакцинациялау арқылы ұжымдық иммунитетке қол жеткізуге болады дейді дәрігерлер. Бұл жұмысқа еріктілер де атсалысуда. Осы жаққа волонтер ретінде келдім. Менің мақсатым осы келген адамдарға бағыт-бағдар беріп, ары қаратай вакцина алуына көмектесу үшін қызмет етіп отырмын. Айта кетейін, жалпы еліміз бойынша 1.347 мыңға жуық адам вакцинаның бірінші дозасын ектірген. Мамандар барша жұртты вакцина салғызуға шақырады. Себебі індетті іргеден алыстатудың жалғыз амалы осы. Назгүл Әмірбек, Әрсен Сандыбаев, Алматы телеарнасы. Алматы әкімдігі қаланың мектепке дейінгі және білім беру орындарына деген сұранысты толық жабу міндетін мықтап қолға алды. Осы орайда білім нысандарын жеделдетіп салудың 3 жылдық бағдарламасы қабылданды. Мәселен, өткен жылы 4 мемлекеттік және 48 жекеменшік балабақша салынған. Қазір тағы 4 мемлекеттік нысанның құрылысы жүріп жатыр. Сондай-ақ мектепке дейінгі орындардың тапшылығын азайтуға шағын бизнесте белсенді кіріскен. Тек биылдың өзінде 5000 орынға арналған 65 жеке балабақша ашу жоспарланып отыр. Қосымша 10 бөбек жайдың жобалық құжаты әзірленіп жатыр. Әрбір балаға шаққанда 37.547 теңге бөлінеді әрбір балаға. Және де конкурс бұрындары 1 рет қана болатын, жылына қазір 2 рет болатын болды. Сосын кейін тағы да қосымша орындар бар болса, соған тағы да екінші конкурс өткізіп, сондай жағдайлар жасалынып жатыр жекеменшік білім ұйымдарына. Мектепке дейінгі білім берудегі тағы бір мәселе ата-аналардың ақы төлеуі. Осы ретте үкімет жеке балабақшалардағы қосымша қызметтерді ішінара өтеуді қарастырған. Яғни жеке балабақшаға бару бағасы едәуір қолжетімді бола түсті. Стало проще. Қазір жеке мектепке дейінгі мекемелер ашу бұрынға қарағанда жеңілірек болды. Бұл ең алдымен ата-ана үшін, сосын кәсіпкерге де қолайлы. Өйткені бұрын жеке балабақшаға баланы беру біраз қалтаны қағатын. Енді мемлекеттен жасалып жатқан қолдаулары балаларды көбірек қамтуға ықпал жасайды. Балаларды балабақшамен қамтудың тағы бір тетігі ол ваучерлік механизм. Яғни осы арқылы ата-аналар кез келген балабақшаны таңдап, мемлекет берген жеңілдіктерден төлем жасай алады. Бұл әсіресе аз қамтылған көп балалы жас отбасыларға, жалғыз басты аналарға тиімді. Алматы бұл тәсілді жүзеге асыратын алғашқы қалалардың бірі болмақ. Ваучер арқылы қосымша 5000 бүлдіршінді балабақшамен қамтуға мүмкіндік туады. Назкен Еркін, Рашид Шүкірәлиев, Алматы телеарнасы.